Урматтуу Олжас Абайұлы, сізді Қырғыз Республикасында қабыл алып жатқаныма абдан қуаныштамын. Қырғыз жергесіне қош келдіңіздер. Сапарыңыз жемішті өтіп жатат деген ойдамын. Біз үшін Қазақстан біріншіден Қырғыз қазақ елі түпкі тегіміз бір туған елбіз. Екіншіден Қазақстан біздің ең жақын қоңшыбыз. Тышқы саясатымыздағы өзгөчө артықшылықты орынға ие болған боордош мамлекет жана негизги соода өнөктөштөрүбүздүн бири. Мамлекет башчынын кызматына келгенден бери мен Қазақстан Республикасынын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемелович Токаевдин колдоосун алуудамын. Биз бир тууган мамлекеттердин башчылары катары өз ара ишенимдүү мамилелерди түздөй алдык десем жаңылышпаймын. Учурдан пайдаланып, Қазақстан Республикасынын президенти урматтуу Касым-Жомарт Кемелович Токаевга жылуу саламымды жана жакшы тилектеримди жолдоймун. Сіздерге белгілі болгондой, биздин мамлекеттердин ортосунда эч кандай саясий жана аймактык карама-каршылыктар жок. Албетте эки тараптуу мамилелерибизде бир катар актуалдуу маселелер бар. Алар өкмөттүк деңгээлде эки өлкөнүн, эки элдин кызыкчылыгын эске алуу менен туруктуу түрдө чечилип туруш керек деп эсептеймин. Бул иш үчүн Кыргыз тарабынан Акылбек Үсөнбекович жооптуу жана сиз менен биргеликте иш алып барууга дайым даяр. Азыр сиздер бул жолугушууга чейин Акылбек Үсөнбекович менен чогултуруп бардык маселелерди кеңирүү талкуулаганга жетиштиңер деп ишенемин. Достукту чыңда деген сөз бар. Биз да кыргыз-казак достугун чыңдайлы, бекем туралы. Кыргыз казак боорум деп мактанса, казак кыргыз бауырум деп мактанса сыймыктанамын. Ошого умтулалы. Дагы бир жолу Кыргыз жергесине кош келиңиздер. Анда сөз кезегин сизге узатайын. Урматтуу Олжас мырза, сөз сизде. Көп рахмет. Аса құрметті Садыр Нуркожоевич, күллі мұсылман қауымының ұлық мерекесі Ораза айт қарсаңында өзіңізбен жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Қасиетті айда халықтарымыздың ниеттері қабыл болып, береке бірлігі арта берсін деп тілеймін. Ең алдымен Қазақстан Республикасының президенті Касым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың ыстық сәлемі мен ызғи тілектерін жеткізуге рұқсат етіңіз. Қазақстанда орын алған су тасқыны салдарын жоюға көзделген бауырлық көмек көрсеткеніңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Қырғызстан Қазақстан үшін өңірдегі ең жақын әрі бауырлас мемлекет. Бұл ретте сіздің Қазақстанға алдағы ресми сапарыңыз екі елдің әріптестігін одан әрі нығайтуға елеулі серпін беретіні сөзсіз. Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы одақтастық қатынастарды тереңдету және кеңейту туралы шартқа қол қою сіздің сапарыңыздың маңызды қорытындысы болмақ. Бүгін мен әріптесім құрметті Акылбек Үсөнбековичпен екі жақты күн тәртібінің өзекті мәселелерін жан-жақты талқыладық. Сондай-ақ Қазақстан-Қырғыз қарым-қатынастарының перспективалық бағыттарын қарастырдық. Біздің негізгі мақсатымыз жоғары деңгейдегі уағдаластықтарды нақты іске асыру. Қазақстан үкіметі Қырғызстанмен өзара іс-қимылдың барлық бағыттары бойынша екі жақты байланыстарды серпінді дамыту үшін бар күшін салады.